Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді қытырлақ болып шығатын екі түрлі хорс жасайтын боламыз. Біріншісі балсыз, екіншісі балмен, яғни сироппен. Ингредиент көлемін видеоның астына жазып өтетін боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Балмен және балсыз жасалатын хорстың тестасы бір болады. Яғни бір ингредиентпен жасай беретін боласыздар. Кейіннен қантымызды себеміз. Және кішкене ғана тұз саусақтың ұшымен жақсылап араластырып алып, ұнымызды електен өткізіп қоямыз. Солай жұмыртқаға салып, ұнды жұмсақ тесто илейтін боламыз. Бір сағаттан кейін тестамызды жаямыз. Жұқа болуы тиіс тестамыз. Кейіннен осылайынан кесіп орайтын боламыз. Майымыз міндетті түрде әбден қызып тұру керек. Майға осылайынан салып, бірден видеодағыдай айналдыратын боласыздар тестаны. Осылайынан вилканың көмегімен де екі жағынан қысып тұрсаңыздар болады. Тесто қатайғаннан кейін осылайынан аударып, бетін пісіріп аламыз. Кейіннен сахарный пудра себетін боламыз. Өте оңай, қыздар, жасап көріңіздер. Енді екінші балмен жасайтын хорсты тестасы тура осылай жасайсыздар, тура осылай илейтін боласыздар. Жайған кезде де міндетті түрде жұп-жұқа болуы керек. Және де кукурузный крахмал себіп осылайынан орайсыздар. Кукурузный крахмал себу міндетті емес. Осылай соң жағына келген кезде белок жағатын боласыздар, жұмыртқаның ағын, және осылай қиғашынан кесесіздер. Жұмыртқаның ағы ол жақсы жабысу үшін керек бір-біріне. Осылай шетін қыстырсаңыздар да болады, қыспасаңыздар да болады. Өйткені жұмыртқаның ағуын жақтық қой біз. Енді бірінші сумен осылай қантты қайнататын боламыз. Газға қойып қоясыздар. Қант суда еруі керек. Және осылай тестамызды салған кезде май қызып тұру керек. Вилкамен ортасын ашып жіберетін боласыздар.
міне біздің қантымыз еріп осылай көпіршіп қайнаған кезде балды салып араластырып газды өшіресіздер. Балдымен бірге қайнатпайсыздар. Біздің сиробымыз міндетті түрде ыстық болуы керек. Кейін хорсты ыстық сиропқа осылайынан салып алатын боласыздар. Кейіннен бетіне сахарный пудра себесіздер қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып өтіңіздер. Ас болсын.